Қосылды ма видео, тіркеу қосылды негізі. видео түсіріп алсын. Тіркеу парағына қатысушылар. Түсірілді негізі. түсіріп бастадыңыз ба? Басталды міне. Қазір тіркеу парағына сағат ровно 3-те халық тіркеліп жатыр. Қоғамдық тыңдалымды бастай берсек болады. Видео басталды ма, зум қосылды ма? Zoom қосылды. Zoom'да отырмыз. Ссылкада көрсетілген Zoom бойынша участник сіз ғана. Кірген адамдар келіп қосылып, неге чатқа келіп тұрса қоса бересіз. Ол тыңдалымды бастаймыз. Видео жүріп жатыр. Zoom'да қосылды. Саламатсыздар ма, құрметті Шымкент қаласының тұрғындары. Бүгін ашық жиналыстардың санында қоғамдық тыңдау өткіземіз. Қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Шымкент қаласы Тұран ауданы 280 квартал нөмір 81 участок мекен-жайы бойынша орналасқан қолданыстағы өнеркәсіп қалдықтар полигонының қайта құру жобасы бойынша бірінші санаттағы объекттің қоршаған ортаға әсер ету рұқсат алу. Мынау қоғамдық тыңдаудың өткізудің қағидаларына сәйкес бірінші хатшыны сайлап алуымыз керек. Қандай ұсыныстар бар? Хатшы есебінде мен өзім ұсынамын. Осы жобаның экологиялық жобалаушысы Дүйсенбай Русланұлы есімі. Қарсылық бар ма? Жоқ. Мынау қоғамдық тыңдаудың төрағалық жасайтын мен есімім Оралбек Тимур Құрбанұлы, Шымкент қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының экология бөлімінің бас маманы. Мынау регламент бекітіп алсақ, регламентке сәйкес мынау баяндамашыға 5 минутқа дейін, сұрақ, ұсыныс, пікір білдірушілер 2-3 минут. Келісесіздер ме? Иә, келісесіз. Онда баяндамашыға сөз берейін. Саламатсыздар ма, құрметті жиналысқа қатысушылар. Бүгін Прометей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шымкент қаласы Тұран ауданы 280 кварталда орналасқан қолданыстағы өнеркәсіп қалдықтар полигон көму орнын қайта құру, яғни реконструкция бойынша бірінші санатта объекттің қоршаған ортаға әсерін рұқсат алу үшін материалдар бойынша қоғамдық тыңдалым өткізуде. Баяндама осы бойынша. Жалпы жоспарланған қызмет жоғарыда аталып өткенде Қазақстан Республикасының экологиялық кодексіне сәйкес бірінші санатқа жатқызылған. Экологиялық кодексінің екінші қосымшасының бірінші бөлім 6-1 тармағына сәйкес 500 тоннаға дейін және одан көп қауіпті қалдықтарды қайта өңдеу немесе көму бойынша асырылатын жұмыстар бірінші санатқа жатқызылған. Осы жоспарланып отырған қызметке қатысты мәлімдеген қолданыстағы полигон аумағында номер 5 картаны салуды көздейді. Ол өндіріс қалдықтарды көму алаңын кеңейту үшін жүзеге асырылады. Жалпы бұл көзделіп отырған полигон, яғни могильник қай жерде орналасқанын айтып өтсек, бұл Құрсай ауданынан қаланың аумағына орналасқан өндіріс қалдықтар көмуге арналған полигон Шымкент қаласының оңтүстік батыс бөлігінде Шымкент ГМПС Шымкент автокөлік жолының бойында орналасқан. Полигонның жалпы алаңы 294 гектарды құрайды және оның шекаралық барлық жағынан игерілмеген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлермен шектеседі. Ең жақын елді мекен келесі бағыттарында орналасқан. Полигонның оңтүстік батысында Айкөлік ауылы орналасқан, қашықтығы 2-4 км, ал оңтүстік шығысында Ақжар ауылы 6-8 км, солтүстік шығыстан Құрсай, яғни ең жақын Құрсаймен арақашықтық 8-7 км, солтүстікте Жаңаталап ауылы орналасқан. Полигон аумағында су көздері жоқ, яғни ең жақын беткі су нысаны ол Бадам өзені. Ол полигонның оңтүстік батысында бағытында 12 км қашықтықта орналасқан. Полигонның орналасу аумағына шолу картасын бірінші суретте көрсеңіздер болады. Суретте көрсетілген. Жалпы бұл полигон аумағында пайдалы қазбалардың кен орындары, шахталар мен тағы да басқа да көк желектер, жасыл желектермен шектеспейді және полигон аумағында ондай жерлер табылмаған, анықталмаған. Жалпы көзделіп отырған жұмысқа келетін тоқталып өтетін болсақ, полигонның бас жоспары алдарыңызда ұсынылған. Қазіргі таңда полигонның номер 5 картаны осы жерге түсіруді көздейді. Қазіргі таңда номер 4 карта біздің жоба бойынша 2026 жылдың 7 айына таман толуды көздейді. Сондықтан жаңа карта соғуды көздеп отыр. Осы картаның қазіргі таңда бұл картаның орнында бізде су буландырғыш тоған орналасқан. Ол тоғанда бізде аумақтың 5 карта түскеннен кейінгі объектінің ең төменгі нүктесі болып саналатын екінші картаның ас жағына осылай Г тәріздес қылып орналастыруды көздейді. Буландырғыш тоғанға келіп түсетін жаңбыр сулары табиғи
еңкес әсерінен келіп ағынды сулар осыған төгілуді көздеп отыр. Жалпы бұған дейін номері 5 карта бойынша Қазақстан Республикасының экология кодексіне сәйкес скринингтеу қызметі, одан кейін қоршаған ортаға әсерді бағалау жұмыстары жүргізіліп, оң қорытынды алынған болатын. Санитариялық шектеріне келетін болсақ, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің 2022 жылы 11 қаңтарда КРДСМ 2-ші бұйрығына сәйкес 1-ші және 2-ші қауіптілік сыныптарына жататын өндірістік және тұтыну қалдықтары көмуге арналған полигондар 1-ші санатқа жатқызылады. Яғни санитарлық қорғаныш аймағы бұл объектінің 1000 метр болып бекітілген. 1000 метр болып бекітілген. Полигон аумағының 1000 метр шекарасында ешқандай да өндіріс орындары және көкжиелік көзделмеген және де кезделмейді. Жобаның орналасқан жерін жоғарыда аталып өтті. Енді объектінің жұмыс кезеңіне объектінің қазіргі жағдайын айтып өтті. 5-ші картаны салып өтілді. Жалпы 5-ші карта булану тоғанының орны жобаланады. Жоғарыда аталып өткендей, ол өз кезегінде буландырғыш карта 2-ші картаның оң жақ бөлігіне, астыңғы бөлігіне түсуді көзделген. Бұл шешім қазіргі булану тоғанының құрылысы ескіргендіктен және белгіленген талаптарға сәйкес келмейтініне байланысты қабылданды. Яғни изоляциялық жабынды қайта жаңғырту есебінен қайта реконструкциялау жүргізілу көзделіп отыр. Ұсынылған материалдар бойынша келесідей жоба шешімдері көзделген. Жобаланған номер 5-ші картаның көлемі 138 000 кубты құрайды. Пішіні 5 бұрышты, яғни тереңдігі 20 метрге дейін қазылады деп күтілді. Жоғары өлшемдері 139-ға 72, ал төмен өлшемдері 115-ге 48 метр құрайды. Булану тоғанының көлемі 6436 метр куб, яғни тереңдігі 3 метр болып күтілген. Г тәрізді. Ол қазіргі уақытта полигонның қуатын арттыру жоспарланбаған. Яғни қазіргі таңда 4-ші картада қандай көлемде өндіріс қалдықтарды көмсе, 5-ші картада да дәл солай өндіріс қалдықтарын көму жалғастыру көзделген. Одан осы жоба әсерінен қазіргі таңдағы Гламитеш жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өзін көміп отырған өндіріс қалдықтарының нормадан асыру немесе нормадан қазіргі таңда рұқсат қағаздағы нормадан асыру күтілмейді. Жалпы жаңа булану тоғанының жобасының қысқаша сипаттамасына келетін болсақ, яғни құрылыстық талаптарға сәйкес полигонның және тоғандардың аумағы қоршаған ортаға зиянды заттардың және ағынды сулардың жер асты суларына сіңіп кетпеу үшін жасанды фильтрациялық экрандармен қорғалуы тиіс деп көрсетілген құрылыс нормаларына сәйкес. Және соған да сәйкес номер 5-ші картаның фильтрлік қорғаны есебінде 2 қабатты геомембрана төселу күтілген. Ал бізде яғни буландырғыш тоғанымыз ол астын цементтеп атмосфералық жаңбыр суларынан келіп түскен суларды буландыру жобасы, буландыру бойынша суды буландыру күтілген. Гламитеш жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жоғарыда аталғандай геомембраналық техникалық сипаттамалар мен қолдану саласын ескере отырып, яғни номер 4-ші картада осы геомембрананы пайдалану әсерінен және соның әсерінен табиғи жер асты суларына әсері болмауын ескере отырып, осы 5-ші картаны соғуда да номер 5-ші картаны соғуда да геомембрананы пайдалануды, яғни фильтрлік есебінде пайдалануды көздейді. Енді қалдықтарды көму ережелері санитарлық нормаға сәйкес қатты және шаңды қалдықтар құрамындағы токсикалық ингредиенттері суға ерімейтін қалдықтар өндіріс полигонында көміледі. Қалдықтар ор қазбаларда тығыздау арқылы қабаттап төгуге жүзеге асырылады. Қалдықтардың ең жоғары деңгейі олардың жобалық белгісінен кем дегенде 2 метр төмен болуы тиіс. Қалдықтарды орналастыру келесідей көлемде жүреді. Жалпы полигонның өнімділігі қанша тонна қалдық көмілетініне келетін болса, полигон қалдықтар орналастыру көлемі 2 қалдық түрін көмуді көздейді. Оның бірі құрамында мышьяк бар кек, ол жылына 19 000 тонна, және грануланған шлак, ол жылына 16 000 тонна көмуді көздейді. Граншлагты бұл мышьяк содержащий кектің басуға да пайдалану күтілген. Номер 5-ші картаның пайдалану мерзімі номер 4-ші картаның пайдалану кезеңінде қалдықтардың көму көрсеткіштеріне сүйене отырып, яғни 5-ші картаның пайдалану мерзімі 4 жылдан артық деп күтілуде. Яғни номер 5-ші карта 2030 жылдың 31 желтоқсанына дейін толығымен толады деп күтілуде. Ал енді жалпы экологиялық суға әсеріне келетін болсақ, беттік ағын сулар, яғни жаңбыр суларынан болатын суларды
объектіде лотоктар көзделген. Қазіргі таңда ағымдағы лотоктар және де жоба бойынша да түсетін лотоктар арқылы сулар кеп толғандарға түсіру көзделген. Ол жылына келетін жалпы судың көлемі 1584,9 метр кубты құрайды. Ол жерден сынама алынған, яғни соңғы 3 жылдағы өндірістік экологиялық бақылау жүргізу салдарынан анықталған сынамалардың нәтижелерінде келесідей элементтер анықталған ол жерде. Су ресурстарын жалпы пайдалануына келетін болсақ, тұтыну қалдықтарды су ресурстарына келетін болсақ, яғни объектіде строительство, яғни құрылыс кезеңі 6 айға созылады деп күтілуде, ішуге, яғни 10 адам жұмыс жасайды деп күтілуде. Ол жерде су тұтыну жалпы жылына 3,6 метр куб, яғни 6 айға 3,6 метр куб су тұтылады деп күтілуде. Ал объектінің пайдалану кезеңінде 5 адам жұмыс істейді деп күтілуде. Олардың жалпы жылдық суға қажеттілігі 3 метр кубты құрайды. Одан бөлек объектіде негізгі эксплуатация сипаттамалары ванна, яғни химванна көзделген. Ол техникалар келіп объектіге мусорды, яғни қалдықтар, мышак содержащий кектер төккеннен кейін баллондарын шайып өтіру күтілген. Яғни бұның бәрі нормативтерге сәйкес жасалынуда. Енді атмосфералық ауаға шығарындыларына келетін болсақ, атмосфералық ауаға шығарындылары күтілетін негізгі құрылыс кезеңінде атмосфералық ауаға шығатын 17 көзі анықталған. Оның негізгі көздерінің бірі жаңағы ескі бұлан толғандырғышты бұзып алып, жаңасы соғу барысында шығатын атмосфералық ауаға шығарындылар шаңдар әсерінен түзіледі. Ал объектінің пайдалану кезеңінде шығатын негізгі көзі бұл қалдықтарды төккеннен кейінгі қалдықтарды орналастыру жұмыстарының әсерінен шығатын атмосфералық ауаға шаңның жалпы көлемін есептелінген. Ол бізде 0,04 тонна жылына шығады деп күтілген. Ал бұл жылжымалы көздер, яғни нормативтелінбейтін жылжымалы көздердегі атмосфералық ауа шығарындылар толық есептелінбеген. Құрылыс кезеңін айтып өттік. Атмосфералық ауаға шығарындылардың жалпы көлемін айттық. Топырақ қазір айтамыз бұны. Жалпы құрылыс кезеңінен қалдықтарға келетін болсақ, түзілетін қалдықтар көлемі, яғни құрылыс кезеңінде 6 ай көлемінде түзілетін қалдықтардың жоғарыда аталып өткен, яғни ол жерде шүберектер, техникалар, дәнекерлеу қалдықтары, сваркілеу салдарынан туындайтын аралас тұрмыстық қатты қалдықтар, яғни объектілерде жұмыс істейтін адамдардың есебінен түзілетін қалдықтар. Ал пайдалану кезеңінде жалпы жылдық қалдықтарға келетін болсақ, ол бізде ТБО, яғни тұрмыстық қатты қалдықтар, ол бізде 5 адамға нақты норма бойынша есептеліп алынған. Ол 0,375 тонна жылына түзіледі деп күтілуде. Одан бөлек өндірістік ағын сулардан, яғни бу есебінде ұшқан сулардың астында қалатын түзілген шламдар, олар 5,64 тонна болады деп күтілген жылына. Ал объектінің жоғарыда аталып өткенде екі қалдық түрінің көмумен айналысады. Ол бізде гидрометаллургияда шығатын құрамында мышак содержащий мышағы бар кек, ол 19,000 тонна. Одан бөлек қорғасын өндіру барысында туындайтын грант шылаттар, ол 16,000 тоннаны құрайды. Жалпы осы. Ал бұдан бөлек, яғни экологиялық рұқсат қағаз алу барысында экологиялық атмосфералық ауаға әсері, суға әсері, сонымен бөлек қоршаған ортаға өндірістік экологиялық бақылау жұмыстарын жүргізу күтілген. Экологиялық рұқсат қағазы алғаннан кейін 90 сайын есептіліктер тапсырылып, одан бөлек қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар жоспары да әзірленуде. Онымен таныстырып өтетін болсақ, ол жерде келесідей жұмыстарды атқарылуы көзделген. Яғни өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын жүргізу, нормативтерді сақтау, көзделген көлемдегі сулардың ағылуын, яғни жаңбыр суларының тоғанға барып түсуін және ол жерден сынамаларды алып, шекті норманы сақтау күтілуде көзделген. Одан бөлек объектінің аумағын жасыл желекке айналдыру заң талаптарына, яғни санитарлық талаптарға сәйкес объектінің жыл сайын объектіде 200 түп тал егу күтілген. Жалпы жоба бойынша осы қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаға әсері бойынша іс-шаралар жоспары, атмосфералық ауаға шығарындылар нормативтері, төгінділер нормативтері, осы жобалар әзірленуде. Жоба бойынша осы бізде баяндама жоғарыда аталғандай
қолданыстағы өндірістік қалдықтарды көметін полигонды кеңейту. Яғни буландырғыш тоғанның противофильтрационный экранның ескеруін де ескере отырып, және де 4-ші объектінің аумағындағы қазір қолданыстағы 4-ші картаның толатынын болжамды түрде ескере отырып, 5-ші картаны яғни құрылыс жұмыстарын жүргізіп, 4-ші карта толмай тұрып, рұқсат қағазын алуды көздейді. Заң талаптарын сақтай отырып. Енді жоба бойынша сұрақтарыңыз болса? Дайындық аяқталды. Кімде қандай сұрақ бар жоба бойынша? Ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз? Бір сұрақ. Бұл полигонға қай өнеркәсіптер мен өндіріс орындары әкеледі? Қай жерден әкеледі? Соңғы біз осы қалдықтар басқару бағдарламасын әзірлеу барысында Прометей жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің соңғы 3 жылдағы динамикасын алып қарадық. Ол жерде негізінен қала аумағында орналасқан, қателеспесем, бір ғана кәсіпорыннан қалдықтардың көлемін сол жерден ғана келісімшарт жасасқан, сол жерден ғана әкелу күтілуде. Бір ғана кәсіпорыннан. Бұл жерде қарапайым тұрғындар ғой, қаланың тұрғындары. Қандай қалдықтарды әкеледі бұл жерде? Бұл енді бір ғана кәсіпорын айтып, ол кәсіпорын қорғасының қалған шлактарды қайта өңдеумен айналысады. Сол қайта өңдеу барысында 2-3 этаптан өткеннен кейін құрамында мышьягі бар қалдықтар, яғни сары түстес қалдықтар, ең соңғы қалдық болып жиналады. Олар өндіріс орнында сулары сығылып, біраз кебіру жұмыстар жүргізіледі. Ылғалдығы 50-60%-ке жеткен кезде олар тиегіштерге жүктеп, осында әкеп көмуді көздеген. Яғни бұл атмосфералық ауаға шығарындыларды есептеу барысында, яғни выбростарды атмосфералық ауаға есептеу барысында олардан выброс шығады деп күтілмеді. Себебі олар әкеп төгілген кезде 50-60% ылғал болғаннан кейін одан выброс шығады деп күтілмеген. Жалпы сол шлак көміледі. Шлак. Мышьягі бар, құрамында шлак. Бұл жоғарыда зияны жоқ халыққа, егер бұл жалпы қоршаған ортаға теріс әсер тигізбеу, яғни жер асты суларына зиян тигізбеу үшін 2 қабатты биомембрана, яғни 4-ші картаны пайдалану барысында сол биомембранамен салынған 4-ші карта қазір ағымдағы. Дәл солай 5-ші картаны солай жердің астындағы суға әсер етпеу, қоршаған ортаға кері әсерін тигізбеу мақсатында солай қорғайды, жер береді. Кімде қандай сұрақтар бойынша? Сұрақ қоятын кезде аты жөндеріңізді айтып. Аты жөндеріңізді айтып қойсаңыздар. Себебі хаттамаға түсіреміз. Түсіреміз, бәрін. Шланг құрғақ кезінде төсейсіз ба или? Ол өндіріс орнынан 50-60%-ге ылғалды кезде артылады. Ол делеу жеткізіледі. Ол белгіленген жолмен ғана жүріп, сол ылғалдығын сақтай отырып көміледі. Көмілетін орынды айтылады. Көмілетін орынды айтылады. Көмілетін орын? Жоқ, шлак. Шлак ылғалдығын сақтай. Шлак содержащий отход. Содан кейін шлак құрғақ кезінде. Шлак құрғақ кезінде көміледі. Но шлак болады ғой негізі. Негізі шлак топырақ сияқты есебінде пайдалану мақсатында алып келіп, бірінші бір шетіне төгілу көзделген. Ол шлактың өзінен атмосфералық ауаға пыл, шаң шығады деп күтілген, сол есептелінген. Қалды егіп тұр, қалды қайда егіп? Объектінің аумағында егіп күтілген. Бас жоспардан таныссаңыздар болады, нелер жасыл желектер. Енді дәл бұл жобадағыдай, мына жердің бәрі жасыл желек емес әзірге. Бірақ осы объекттің аумағында былай отырғызып та келген. Айналдырып та былай егілу көзделген. Оған енді жақын жердегі адамдарға негізі келеді ғой деймін да, бәрібір иісі бар, басқасы бар. Бұл енді иісі жоқ, бұл тұрмыстық қалдықтар емес, әртүрлі қалдықтармен араласып келмейді. Қалдықтардың қасында емес пе? Жоқ. Картадан былай сізге көрсетіп өте солай. Ақтас жақын дегенде мен Ақтастағы ма деп Ақжарды айтып өттім. Былай мен 4 жағынан да тартып ең жақын ауылдарды айтып өттім да сіздерге. Егер қателеспесем тұрмыстық қатты қалдықтар мына жолдың бойында. Ал бұл өндірістік қатты қалдық. Өндірістік қалдық ол бір ғана қалдық көмілу көзделген. Екі қалдық, бір қалдық
жаңағыдай солай есебінде себіліп күтілген. Елді мекендердің арақашықтығынан сұрап жатыр ғой. Елді мекендер міне ең жақын Айкөл елді мекені ол 2,5 километрде орналасқан. Біз тұрған Құрсай елді мекені бұл енді картада тұрған иә бізде негізі осында халық төгетін жер бар. жолдың бойында. иә жолдың бойында, бірақ бұл біз қасымызға бір тұрғын көшіп келді, бірақ бұл осы төгілген қалдық сол кісілерге кері зиян келтірген. Малдың жаңағы улануы деген сияқты сізде су арқылы тараған ғой бұл қалдық несі. Дұрыс, біздің алдыңғы жиналыста да осындай сұрақтар болды. Тойын малы қырып қалды десем де болады, ол кісі жаңағы салды тура сол қасына. Наның қасына ма? Иә. Бұл енді қараңызшы, бұл жобада жер асты суы қорғалуы күтілген, яғни жер асты суына әсерін қарсы болса сізде соқпайсыздар ма? қарсы былай деймін, мынаның астында геомембрана, қалың екі қабатты геомембрана төселінеді. Бұл жаңа ылғал болып келгенмен қалың қатты көлемі. Ылғал болып келгенмен бұл есептелінген, бұның қалдықтары осы жерде жатқан кезде өзі атмосфера ауаға бу болып ылғал ұшып кеуеді, осы жерде жатқан күйде кеуеді. Қазір сіз 4-ші әлбет бізде бар деп отырсыз. 5-ші әлбетке рұқсатты тұрғындардан аласыз ба, әлде басшылықтан? Біз рұқсат қағазды, экологиялық рұқсат қағазы болуы мүмкін. Бұл бірінші санат болғаннан кейін Шымкент қаласы бойынша экология департаментінен рұқсат қағазы алынады. Жоқ, халықтың ұсынысын тыңдаймыз. Жаңағыдай не айтады, қандай ұсыныстар бар. Сол жерде жиналыс өтіп жатыр. Бізге сәл алыстау екен, 8-7 километрдегі мына Айкөл жоқ, бізде негізі әкімшіліктен Айкөл тұрғындарына бас-басына жер берілген. Құрсай елді мекенінде сіздер бұл жерде тұруға рұқсат жоқ. Әрине мал қырылған екен, бізге де зиян тиеді деген сияқты да. Бірақ ол жерде адамдар енді сонау сонша жылдан бері тұрғын болып келе жатқаннан кейін ол жерде көшпей отыр. Енді білмеймін, оны кері әсер былай енді айтып өтейінші, мынау СЭС-тің талаптары бойынша, санитария талаптары бойынша 1000 метр санитарлық қорғаныш аймағы бекітілген. Бұл 1000 метр ішінде өз талаптарын сақтай отырып жұмыс жасайды. Егер мысалы сіздерде Айкөл ауылында қандай да бір судың, мысалы егер судың малы не үшін қырылады, оны анықтау керек. Жер асты суымен, сіздер жер асты суын қаздыңыздар. Бұл жер асты суынан сынама алынып, именно міндетті мына осы Гламитеш жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен әсерінен болатқан ол дәлел жоқ қой сіздерде де, халықта да, ешкімде. Ол өйткені бүкіл талаптарын сақтай отырып жұмыс жасаған мекеме 2,7 километр ары орналасқан ауылға не себепті бұл кісілер жауап беру керек деген секілді. Нақты осы кісілердің или осы кәсіпорынның әсерінен емес қой деп отқан. зерттелді деп отыр ғой солар. Иә, бізде негізі ауызсу жоқ ол жерде. Адамдар ол жерде суды құдық қазу арқылы. Сол жаңағы қалдық негізі кейін жаңағы суға тараған. Құдықтан су ішкен мал сол қырылып отыр. жерде қазды ғой былай. Бұны құруға қойып өйтіп қаптайды екен іші. Жерге тараған. Су мына Екі қабат қалың күнек. ол су сыртқа шықпайды бұл жерде. Мен түсіргенмін. Ол дарымайды десеңізші. Жерге өйткені ол рұқсат жоқ, оған рұқсат жоқ. Оған рұқсат жоқ. Бұрын уақытта болғанда енді ол мал дегендер қырылмайды. Енді Бұрын болған бұл кісілерге дейін. Бағанағы сіз сынаманы алу керек та, содан кейін. Сол кезде белгілі болады. Егер шынымен мына объектіде мысалға жоғарыда аталып өткен су сынамалары алу көзделген ғой, мысалы міне судан қоғамға ағатын судың құрамы кисличный вещество, сульфат, нефтепродукт, БПК, ХПК, мышьяк, свинец. Осы сынамалар алып 90 сайын сынама алып отырып күтілген объектіде. Ал егер жаңағы ең жақын ауылда егер шынымен әсер етіп жатыр десе, онда ол жақтан сес замер алып көруге, яғни сынама. Егер шынымен екі элемент сияқты анықталған болса, мүмкін бұл объекттің қатысы бар. Ал бұл сұраққа мен сіздерге нақты жауап бере алмаймын. Себебі мен алып келіп отқан жауап сіздерге осы картаның түсуі бойынша экологиялық талаптарды сақтай отырып, рұқсат қағаз алып, жұмыс жасауды жүргізуді көздейді.
болсын айтарым. Төртінші карта болғаннан кейін соның артынан не істейсіз? Рекультивация жұмыстар ма или не? Бізде қарап отырсаңыздар, бірінші карта, екінші, үшінші, төртінші карта бар. Төртінші карта толғаннан кейін міндетті түрде объектіде жоғарыда аталған 4 картаға рекультивациялық жұмыстар жүргізіліп күтілуде. Ол бөлек жоба есебінде басталып, ол бойынша да жұмыстар рабочий проект, яғни жұмыс жоспары сызылып, таныстырылып, тыңдалым өзі өткізіліп, жұмыс жүргізу күтіліп отыр. Отдельно. Сол полигонда жатқаннан кейін сізде баштаудағы нәрсе негіз бар, или ашық жабық жер бар? Бұл нормаларға сәйкес біз әлде де қарастырып көріп, бізде екі нұсқа болып тұр. Бірінші нұсқа топырақ жабындарын жауа отырып, полигонды келешек көгалдандыру. Ал екінші нұсқа бізде егер полигон оған келмейтін болса, яғни нормаларға сәйкес келмейтін болса, бұл жерді цементтеп, яғни жер астына, жер бетіне әсерін жоққа шығару, яғни цементтеп орнын жауып тастау. Солай екі нұсқа қарастырылуда. Нормаларға сәйкес, яғни талаптарға сәйкес қайсысы дұрыс соны жасау күтілуде. Жоба бойынша. Кімде қандай сұрақ бар? Жақсы бәрі Зумда қатысып жатқандар бар ма? Көресіздер? Зумды көріңізші. Зумда қатысып жатқандар сұрақ. Зумда ешкім сұрақ қойған жоқ. Видеоға көрейік. Зумда бізде қатысушылар жоқ, тек қана мен қатысуым. Участниктер. Тек мен ғана. Сұрақтар бар ма? Жобаға байланысты. жоқ, бәрі түсінікті. Жоқ па? Бұны аяқтаймыз ба? Бүгін қоғамдық тыңдауда мына бір мәселе қаралды. Бағана тұрғындар тарапынан берілген сұрақтардың бәрі хаттамаға түсірілсін. Видео түсірілім жүріп жатыр. YouTube каналында жарияланатын болады. Қайталап көрсеңіздер болады деген ғой. Егер хаттаманы көрем десеңіздер, экопорталға жарияланады. Онда бүгін тыңдалып жабық түрде жариялаймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Қатысқандарға рахмет. Сұрақ болған кісілер ат жөндеріңізді айтып бересіздер. Сұрақ берген